Банан ағзаға қалай әсер етеді? Бананды кімдерге жеу керек? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Банандар жердегі ең танымал 5 жидектерден орын алады. Дәлірек айтсақ, планета сатылымында 4-ші орында. Банан құрамындағы калий бойынша оны сирек салыстыруға болады. 100 грамм целлюлозада 358 миллиграмм болады. Бұл күнделікті мәннің 6-дан 1 бөлігін құрайды. Денедегі калийді жасушаларда электр тогын шығару үшін пайдаланады. Сол арқылы олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Банан жылдам энергия көзі. Көбінесе спорттық бағдарламаларда тәтті жемістерді тіске басар ретінде пайдаланатын спортшыларды жиі көруге болады. Энергияны жылдам толықтырудың әсері бананның құрамындағы көмірсулардың арқасында болады. Банан ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Бананның құрамындағы талшықтың арқасында олар асқазан ішек жолын тазартады және ас қорытуды қалыпқа келтіреді. Алайда ішіңіз қатқан кезде бананды қолдану ұсынылмайды. Ал сіз бананды жиі тұтынасыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.